қош келдің, құрметті достар. Біз бүгін оқушыларымызбен, олимпиадшы оқушыларымызбен зона отдыхқа келдік. Қазір сіздерге көрсететін боламыз. Мына біздің кіреберіс. Жалпы күн тамаша, жақсы өтіп жатыр. Жақында ғана келдік. Қазір сіздерге мына біздің зона отдыхыда не бар екенін көрсетеміз. Мына біздің мұғалімдер, математика мұғалімдеріміз Мейірбек ағай және Әсет ағай. Жалпы уақыт қалай өтіп жатыр, Мейірбек ағай? Біз келгенімізде пока көп болған жоқ, бірақ уақыт қызық өтіп жатыр. Пока. Қызық өтеді деген үміттесіз. Бұйырса. Кеттік. Мына біздің Әсет ағай, көп сөйлемейді өзі. Бұл зона отдыханың ерекшелігі бізде екі киіз үй бар. Бір киіз үй қыздарға, мынау қыздардікі, анау екіншісі ұлдардікі. Ішін көрсететін болсақ, іші өте әдемі және удобный. 20-30 адамға ыңғайлы киіз үй. Бала саны негізі көп, сондықтан қаншалықты көп болсақ та ыңғайлы болады деген үміттеміз. Бізде мұнда 6 бақам бар. Біздің оқушыларымызға арналған жеке соларға істелген беседкамыз бар. Беседкада далада күн астында таза ауамен шай ішіп, карта ойнайтын жер деп айтып қояйын. Ойнап жатса да түсіріп қойтайық. Так, бізде мұнда отқан организатор Ертоған ағай. Рахма ағай. Күшті отыр, көңіл өткізу, демалыс, кішкене оқушылармен ойнап. Мынау біздің түлек, Қайрөш қарақ қой. СЗУ-да оқып жатыр. Ең басты сұрақ, Қайрөш, сен мұнда не істеу үшін олимпиадшыларға арналған кампта? Активителерімізді жалғастырып жатырмыз, қандай активителермен айналысып жатырмыз осы зона отдыхыда көрсетіп кетейік, сіздерге бір шоу болсын. Мына жерде картошка ойынын ойнап жатыр оқушылар. Мынау жиналып қалған картошка. Біздің самый любимый активити, кажется. Так, мына жерде бізде керемет беседка бар. Әңгіме, дүкен құру үшін арналған беседка. Мына жерде керемет табиғат көрсеңіздер болады. Өзен ағып жатыр дегендей болып үшін. Және де осы зона отдыханың бір ерекшелігі ол келген қонақтарға жылқы айдауға беріледі. Қазір мүмкін түске таман Құдай қаласа біз жылқы сұрап алып оқушыларымызға көрсетеміз ба деп отырық, немесе үйретеміз ба деп отырық. Өйткені көп оқушыларымыз сол қаладан, сондықтан білмеу мүмкін. Біраз бар екен, өте көп біраз. Керемет жаратылыс десене. Біз өзіміздің влогымызды жалғастырып жатырық. Қазір бізде олимпиадшы оқушымыз. Есімің кім? Адиля. Қай пәннен олимпиадшысың? Ағылшын тілінен. Серьезно? Мощно екенсің. Пару слов туда-сюда сделать десене. Олимпиад камп, который мектепте өткен, қалай өтті? Сол туралы бір-екі сөз айтып жүрсің. Олимпиада камп өте қызықты өтті. Бізге барлығы ұнады. Көптеген активитилар болды. Мысалы қандай болды? Мысалы, волейбол ойнау, спорт тайм, мороженое жеу, және тағы басқа. Вообще, пикник ұнап отыр ма? Басы пока нормально, ұнап жатыр. Супер болды. Надеемся. Все. Красавчика, вы айырып оны. Қастаева Шер, 7-ші сыныбы информатика пәні. Жанзаков Абылай, 7-я информатика. Камп жайлы айтып кетсеңдер, қандай сезім болды, қандай не күттіңдер және сол күткендерін оправдались ли деп шалағызға айтып кет. Көп зат үйретті, бірақ аса қиын болды, по идее. Күнде новый тақырып, сондықтан қиын болды. Абылай, сен үшін? Өте көп ақпарат болды сол себепті оны алуға үлгермедік. Енді бүгінгі пикник туралы айта кетсеңдер, қалай болып жатыр пикник? Пока жақсы. Ешкім ауырып жатқан жоқ. Абылай? Бәрі жақсы өтіп жатыр.
Сендерге айтарым, осындай камптарға қатысып, үлкен нәтижелерге жетіп жатсаңдар, қол жеткізіп жатсаңдар, сендер үшін осындай активитилерді ұйымдастыруға шаршамаймыз. Все, давайте, ұлдар, сәттілік. Жақсы. Осымен біздің репортаж аяқталды. 7-ші канал КТК сіздермен бірге болған Серіков Тияш Жанатұлы. Қош, көріскенше сау болыңыздар.